Енесі мен абысынын дуалаған келін, 2 бөлім. Автор: әсерлі әңгімелер. Қайда болушы еді? Әрине апамның үйіне. Рас айтасыңдар ма? Мына заттарды апаларыңа сыйламақсыңдар ма? Иә, уайымдамаңыз. Сіз жалғыз емессіз. Сізбен қосылып біз де кешірім сұраймыз. Дәу апа өте мейірімді жан. Сізді кешіретініне сенімдімін. Ол қызымды түгел ертіп, бәріміз абысынның үйіне жол тарттық. Жол бойы абысын мені қалай қарсы алады екен, бұрынғысынша сәлеміме үн қатпай жұмған аузын ашпай қоймай ма екен, кешірім сұрасам кешіре ме екен деген ойлар санамда сайрап тұрды. Үйіне жеткен бойда жүрегім кеудемнен атқылап шығып кетердей болып тарсылдап, аяқ қолым қалтырап, көліктен түсуге шамам келмей қалды. Екі қызым екі жағымнан демеп, есікке қарай жетектеп алып барады. Құдайдың өзі соны қалады ма, әлде өзімнің дәрменсіздігімнен болды ма, білмеймін. Абысынымды көрген сәтте екі аяғымнан жан кетіп, тізерлеп отырдым да қалдым. Абысынымның жүзіне қарауға дәтім жетер емес. Төмен қараған күйі кешірім сұрай бердім. Кешіріңізші мен абысын, қадіріңізді кеш білсем. Істеген істерім үшін қатты ұяламын. Мені ұрсаңыз да, соқсаңыз да бәріне көнемін. Тек қана кешірім берсеңіз болды. Барлығы үшін кешірім сұраймын. Қатты өкініп жүрмін. Өкініштен әр күн сайын өзегім өртенуде. Кешірім сұраймын сізден. Қайнаға, сіз де мені кешіріңізші. Төре бала, ерке қыз, сендер де мені кешіріңдер. Төре бала мен ерке қыз абысынның үлкен ұлы мен қызы. Олар не болған білмейді де. Ол кезде 3 және 1,5 жаста болатын. Сымбат жеңге, не болды сізге? Тұрыңыз орныңыздан. Келінжан тұра ғой, абысын сені әлде қашан кешірген. Жоқ, тұрмаймын. Жалғасы бар.